Егер бір орында ұзақ тұрып қалған болсаң, бір жылға цел қоюың керек. Барып консультацияға алсаң да болады. Білім алу керексің. Онда сен бірінші очередь бір жылға цел қоюың керек. Адам цел жазбай, қайда бара жатқанын білу керек та негізінде. То есть қазіргі табысы егер 80 мың 100 мың болып жатса, жазу керек, типа бір жылға миллион деген сияқты қылып. И соған тырысу керек. Екінші, ортаңды өзгерт. Қасындағы егер адамдар өзіңмен бірдей табыс тауып жатқан егер адамдармен жүрген болсаң, онда сенің бірден дамуың былайша айтқанда баяулай түседі. Өзіңнен X 10 есе көп тауып жатқан адамдармен араласуың қажет. Үшіншісі, әрекетіңді өзгерт. Алдыңғы айда 100 мың мен 150 мың арасындағы табысқа жасалған әрекеттерің бар болса, бұл айда уже басқа әрекеттер жасауың керексің. Сол жасалған алдыңғы айдағы әрекеттерін екі еселе, немесе уже басқа да навыктарды үйрен. Төртінші фактор бұл білім алу керексің. Курстар бойынша болсын, немесе кітаптар оқуың керексің, барып консультацияға алсаң да болады. Бесінші фактор бар, күнделікті план жазып отыру керексің. Без плана жди провала дейді ғой. Сенің 300 мың 400 мың осы айдағы қойған целіңе жеткізетін сенің былайша айтқанда жоспарың. Күнделікті план қой, және сол план бойынша әрекет ет. Ортаңды өзгерт. Сол кезде әр ай сайын кемі X2 немесе сен өсіп отырасың.